1990 жылдардың басында Шығыс Қазақстан облысындағы үлкен Нарын ауылында тұратын жас отбасының басынан өткен оқиға халық арасында әлі күнге дейін естіледі. Отбасы Әлия, Ермек және олардың кішкентай баласы Әлім. Олар қаладағы қиындықтардан кейін ауылға көшіп келген еді. Жаңа үйге қоныстанған алғашқы күндері бәрі жақсы болатын, бірақ бір апта өткен соң үйде түсініксіз жағдайлар басталды. Түнгі уақытта, әсіресе сағат 2-ның 3 шамасында, үйдің терезесіне біреу қатты қаға бастады. Кейде үйдің есігі өздігінен ашылып, жабылып тұратын. Үнемі біреу үйдің айналасында жүріп, тыныштықты бұзатын сияқты еді. Әлия мен Ермек алғашқыда бұл дыбыстарды желдің ызғары деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе бұл түсініксіз құбылыстар жиілей түсті. Кейбір түндері тіпті баланың жылаған дауысы естілсе де, бөлмеге кіргенде Әлім ұйықтап жатады. Қауіптенген отбасы көршілерге барып, жағдайды айтып берді. Көршілер де осындай дыбыстарды естігендерін, бірақ өздері байқамай өтіп кеткендерін айтты. Бір түнде олар бірге үйді тексеруге шықты. Үйдің айналасында ешкім көрінбеді, бірақ терезелердің сыртында құрғақ жапырақтар мен топырақ сіңіп қалған іздер бар еді. Олар адам аяғының ізіне ұқсас еді. Сол оқиғадан кейін отбасы қатты қорқып, ауылдан кетуге шешім қабылдады. Олар бұл оқиғаны ешкімге егжей-тегжейлі айтпады, тек жақын туыстарына ғана білдірді. Ауыл тұрғындары әлі күнге дейін кей түндері үлкен Нарын ауылының шетіндегі сол үйдің айналасында белгісіз жарықтар мен дыбыстарды естіп көретіндерін айтады.